Сәлем достар, бүгін мен сендерге қалай ақша табуын көрсетемін, яғни ойын ойнап ақша табасыңдар. Бірінші сайт биткоин 2048 деп аталады, яғни бұл 2048 деген ойын, оны сіздер естіген боларсыздар, біреуіңіз естімеген боларсыздар. Енді бұл ойын өте қиын деп айта алмаймын. Мен қазір 5488 сатоши таптым. Бір биткоин тапсаңыз, айтайын, сіз егер бір биткоин тапсаңыз $4000 табасыз, былайша айтқанда. Өйткені қазір таңда бір биткоин $4000 болады. Осыдан бір-екі апта бұрын ол небәрі $2000 тұғын, міне бір аптадан кейін ол $4000-ға көтеріліп кетті. Ол өте қуанышты жағдай десек те болады. 2048 деген бұл биткоин 2048.com дегенге тіркелесіздер. Ең бірінші сіздерге міндетті түрде биткоин кошелек керек. Оны сіздер Google-ға жазып биткоин кошелек десеңіздер шығады, немесе биткоин Valuable деген бар Play Market'те, содан жүктеп алсаңыз болады. Ескерту: биткоин кошелек бір телефонға, былайша айтқанда, орнатқан кезде тек сол телефонға, енді кейін екінші телефонмен кірген кезде ол қабылданбайды. Немесе басқа бір сайт, негізінен веб-сайт түріндегісі дұрыс болады. Енді ол жағын өздеріңіз көресіздер. Немесе егер ұнамай жатса, мен осы каналымда биткоин кошелектің ең кереметін ашам, яғни сол туралы видео жасаймын, яғни ашам қандай қажет екен. Қазір сіздерге көрсетейін оны қайтып ойнайтын. Міне қараңыз, нәрге жазылып қойған, 128-ге жеткізсеңіз 16 сатош береді, 256-ға жеткізсеңіз 32 сатош береді. Бұл жерде ең бастысы мына сандарды көріп тұрған шығарсыздар, 2, 2, 2 деп тұрған. Соларды бір-біріне қосасыз. Яғни мен былай қарай жылжытсам, міне жәндегі 2 сан қосылды. Міне төбедегі 2 санды көріп тұрсыздар ғой. Мен соны былай қарай жылжытсам, мінеге қосылады. Негізінен бұны былай ойнаған дұрыс. Былайынан айналдырып ойнай берген дұрыс, яғни өздігімен қосыла берді. 8-дер. Сол кезде айналасының қосылатын болады. Яғни мен үстіп ана 8-дерді бірге қоссам, 128 деген сан шықса, осы жерде мейлі бұл жерде қаншама 128 деген сан шықса, сонша сізге 16 сатош бере береді. Яғни қанша 128 шығарсаңыз, сонша сатош аласыз. Яғни 12, яғни 16 сатош, 228 деген сан шықса, 2 рет 16 деген сатош шығады. Егер сол 228-ді қоссаңыз, 256 шығады, сол сізге 32 береді. Яғни бұл жерде, яғни қанша нәрде жазылған сандарды қаншасын шығарсаңыз, сонша сатош ала бересіз. Мен әзірге бұны көрсетпей-ақ қояйын, енді түсінген шығарсыздар. Яғни бұны арнайы ботпен де қосып ойнасаңыздар болады. Яғни мен ол туралы қалай автокликер деп аталады, оны мен қалай жасайтын мен сіздерге өзімнің каналым, осы каналда бар видео көріңіздер. Және осы каналға жазылып лайк басыңыздар. Және комментарийға жазып кетіңіздер. Ең бастысы бұда сіз яғни 10500 сатош жинасаңыз, сіздің кошелегіңізге, яғни автомат түрде өзі жіберетін болады. Ол жағын ойымдамасаңыз болады, тек жинау ғана керек. Так, екіншісі ол Zemoni деп аталады. Осы сайттарды ссылкасы видеоның астында болады. Яғни видеоның астындағымен кірсеңіздер, сіздерге өздері арнайы ақша береді. Яғни бұл zemoni.ru деген өте рекламный сайт. Яғни тіркелген кезде сізге арнайы бір қалайсақ болады, реклама шығып кетті. Яғни капча толтыра бересіз. Бұда бір жаманды, есесіне ештеңе жасамай бұда ақша табуыңызға болады. Яғни арнайы бір таймер болады, сол таймер арқылы ақша табасыз. Яғни мен өзім тіркеліп қойғам, сонымен кірейін, өйткені тіркелу өте ұзақ алады. Және бұл видеоны мінеге көрдіңіз ба? Осындай капчалар көп шығады. Осындай кейбір сайттарға кіргіздіріп жібереді. Сондықтан айтарым, бірден назад дегенді басып үлгеріңіз. Яғни осындай сары нәрсе шықпаса, бірден назадты басып жіберіңіз. Өйткені бұл реклама арқылы ақша табады сайт өздері, және сіз бізге де ақша береді. Яғни мен рекламаны бассам, оларға ақша береді. Яғни мен олардан әшейін бір копейка алатын болам. Міне осындай болады. PayPal және WebMoney дегенге шығаруға болады. Әзірге Paper недоступен дейді. WebMoneyға шығаруға болады. WebMoneyға қалай тіркелу керекін
ютубтан іздесеңіз болады, гуглда да бар. Лотерея дегенді басамын. Мынау играть дегенді бассам өздері ақша береді. Міне бастым. Қазір сандар жүріп жатыр. Мен қарадым, менде 0,127 рубль бар. Міне маған 0,1. Негізінен бұл яғни қазір уақытша тоқтайды, міне 0,37-ге кетті. 1 сағаттан кейін қайттан ойнай беруіме болады. Және мен сіздерге ұсынатыным деньги деген андай программа бар. Бұл туралы видеода менің осы видеоның астында болады ссылкасы. Міндетті түрде описанияны толық оқыңыздар, сол жерге толық информация сол жерге жазылып кетеді.